Қайырлы күн, бүгін сделка ашуды, жабуды айтып жіберейін. Бізде сделканы мына жерден ашсақ болады. Прямой жүрген жерден ашамыз, егер бассақ. Sell деген төменге ашамыз, buy десек жоғарғы ашамыз. Мына жерде бізге лотты таңдау керек. Всегда лотпен ашамыз. Және біз 2%, 1%-тен асырмаймыз. Соны есептеу керек. Данный момент бізде мына жерде брейкеріміз бар. Мына жерде ордер блогымыз бар. Мен брейкер мен имбаланстың 50%-тен ашқым келеді. Соған мен пипсті өлшеп алам. Пипсті өлшеу үшін не істейміз? Крестикті таңдаймыз, немесе мышканың колесикін бассақ осы крестик шығады. Және ашатын жерден бастап артқа қарай өлшеймін. Бізде 20 болып тұр екен. Соңғы цифрын алмаймыз, ортадағы цифрға мән береміз. Көріп тұрсыздар ма? Артығымен ала берсек болады, 21. Тағап қоймаймыз ғой, артығымен ала берсек болады, 21. Енді осы пипсті бізге калькуляторға салу керек. Депозиттен 2%-ін шығару үшін. Ол үшін мына сайтқа кіреміз. My Forex Book деген ішіне кірсеңіздер осы разделді тауып аласыздар. Forex калькулятор деген. Және біздікі қай параят? Auto Use'ді пипсіміз 22, 21. Соны мына жерге жазамыз. Auto Use'ін таңдадық. Депозитіңіз қанша? Соны жазасыз. Мен $1000 дедім. Және қанша процент рискке қоямыз? Мен 2% қойдым. И пипс 22. Арғарай рассчитать десек, бізде 0.09 лотпен лимитқа қою керек деп тұр. Сол кезде депозитімізден 2%-ін есептеп береді. 0.09 жаздым. Және мышканың оң жағын бастым. Оң жағын басқанда мына лимитқа шығады. Егер жоғары қарай ашатын болса, мышканы оң жағын бассақ, ол кезде buy лимит болып шығады. Енді стопты қою үшін мышканың оң жағын басқанымызда изменить дейміз. Және мына жерден стопты бірінші қоямыз. Стопымыз жоғары болғасын. Мына жерге жазуға да болады, мына цифрларды. Бірақ маған былай істеген ыңғайлы. Мына кнопканы басып тұрамын. Және изменить дей саламын. Стоп шыққасын, соны жылжыта салған оңайырақ. Бізде $18. Енді примерін есептеп беріп тұр ғой. Сәл көтерсек $20 болып депозитіміздің 2% болады. Тейкті қою үшін де солай істейміз. Изменить деп, мына жерден тейкті мынаның басына қойсақ болады. Мына жерден шыққан цифрды көрдіңіздер ма? Сол цифрды жаза салсаңыздар болады, немесе астында болады ғой бізде тейкіміз. Просто астына жылжытсаңыздар, кейін апаратын жеріне апарып қойсаңыздар болады. $25 дейді, бірақ енді бұл жерден жаппаймыз біз. Терең ұстаймыз. Осылай қойсаңыздар болады. Главный, именно мынау емес, басқа жерлерден іздесеңіз болады. Forex калькулятор десеңіздер шығады. Главный, мына жерге қандай неден ашамыз, парадан ашамыз, соны таңдаймыз. Мысалы, басқа парадан ауды франктан ашатын болсақ, валютамыз USD, $1000 емес, сіздерде $500 дейді. Соның 2%-ін шығару керек, пипсті примерно $30 болды деп есептеу кезде. Және рассчитать етеміз, бізде лотымыз 0.03 лотпен ашу керек болып тұр. Лимитқа қояр кезде жақсы. Ал егер напрямую ашатын болсаңыздар, бұлай лимитқа стоп қоймайсыздар. Мына жерден аша саласыздар. Ал мен минималімен ашайын бұл жерде қазір. Аша салдым. Бұның стопын настройкасына кірмей, просто бетіп мына жақтан жылжыта салсаңыздар болады. Артқа тартсам стопқа барады, мына жаққа барсам тейкқа барады. Take profit мына жақта ақшасы тұр. Минималімен ашып көрсетіп отырмын просто. Жалпы сделка ашып жабу осылай жүрді менде. Көбінесе лимиткамен ашамын. Разворот жасады, артында брейкер қалды және ордер блок қалды. Бұл сияқты лимиткамен ашамын. Кейде болады, жаңағыдай, например, өлшеймді мына жерден. Мына жаққа дейін қанша? 36 ма? 36-ны мына жақтан өлшеймін калькулятормен. Auto Use'ді жерден бізге 36 керек.
дәл сол моменттің 2%-ін ашатын болсам, менде 0,06 лотпен ашу керек екен. Егер сол моментте ашатын болсам, яғни мынаны 0,06-ға қоямын да, sell кнопкасын баса саламын. Ал енді позицияның жартысын жабуды да айтып кетейін, ол да маңызды біз үшін. Мысалы, бірінші трек мына жерде болу керек, маған бірінші трек жетіп қойды да. GPP USD жабу үшін мына жерге кіреміз, модифицировать басамыз және рыночный исполнение басамыз. Қанша объем жабу керек, соны мына жерге жазамыз. Мысалы, мен жартысын жапқым келеді, примерно 0,3 дейін. Закрыть. Осылайша мен жарты ақшаны жауып тастадым. Енді ары қарай тректі вообще алысқа апарып тастасам да болады, и стопты без убытка қойып қойсам болады. Мына жерге қойсам, уже $3 жабылады екен. Осылайша сделканы бөліп жабуға болады. Бұл да керек болашақта.